Assalamu алейкум, кадырман көрөрмандар. Муз-ТВ каналыбыздын жылкы сүйүүчүлөрү. Барыңыздарга туугандар Ноокаттын Чечтөө айылынан салам айтабыз. Бүгүнкү биздин чыгарылышта туугандар бир жоон жолту келген далында Б деген табыросу бар, Барец деген кайманаттагы чоң атты тартабыз. Аттын ээси Мелис деген жигит. Бул аттын азыр туугандар өнөрүн сурайлы, аттын жоондугун көрөлү. Аттын сынын сіздерге малымдап берейин. Аттын барын болушун болгондой айтып берейин туугандар. Анда эмесе биз баштайлы. Мелис, ассаламу алейкум. Ассалам. Кандай Мелис, жакшы? Тынчсыңбы? Иштериң болуп атабы Мелис? Аттын күчтүүсүн алып келипсиң, а? Б деген табыросу бар, Барец деген ат экен да. Барец деп кайманат. Кайманаты Барец. Тактап койгон эми бул. Бул кандай ат болгон Мелис? Бул убагында чоң пулга сатылган ат экен эле. Чоң пулга келген ат. Мага алгашып келдим, жөнүрөөк эле келдим. Айланып сага келип колуңа тийди. Мага келип тийди. Бул сүрдүү аттын жашы кандай экен Мелис? 7 жаш деп бердик аз. 7 жаш. Ошондо 4 асы экен, а? 4 асы изин жазган, 4 асы. Жазга 4 асы. Аттын боюнун бийиктиги кандай, породасы кандай Мелис? Породасы Россияда. Россия жылкысы. Бир жаныбар бир кулун ала турган ат экен да, үйүрү бар бекен, жок бекен? Үйүрү ишеничтүү. Ишеничтүү деп. Улакка деле чабып жүргөн экен. Улакка деле чабылган. Чабылган. Эми чоң пулга келген акча аттын улагы сөзсүз болуш керек. Болот, улагы жүгүрүп жүргөн ат экен. Бизин чабап деле чабып. Бир аз туруптур азыр. Азыр чабап да көрөбүз, а буну. Жеңил, аягы жеңил бирок. Өзү жоон болгон менен жеңил. Жеңил жүгүрөт. Жаныбар. Мына аттын турушун караңыздар. Ден соолугу жакшы экен. Ден соолугу кепилдиги бар. Кепилдиги бар. Туяктары таптаза. Таза. Жооштугу жоош. Жооштугу жоош. Мына аттын үстүн карап коюңуздар туугандар. Жаныбар. Бою канча дедиң? 1.65 дем. 1.65 чыгып калат, а? Сапсың жоона деген да. Сынга мине турганда ат экен, а? Өз ака буну өзү 1 минут жүрө турган ат. Азыр атты бир минип чабып көрбөйсүңбү? Чабып көрчү. Андан кийин достор аттын баасын жеңил эле келди, жеңил эле коем деп атат туугандар. Канча койду? Ана. Айда жаныбар. Бери. Атты чуркаталы. Токтоосу. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ноокаттын Чечтөөсүндө ушулап турат туугандар. Барец деген жоон жолту келген сыны дагы. Атта айып жокпу? Аттын үстүн бир көрбөйлүбү? Үстүн көрөбүз. Аттын бир айланыштарын тартып койгон. Оңго солго бурулуштарын. Бияка. Мына. Ордунан бурулган. Жооштугу жакшы элеби? Жооштугу өтө жоош. Өтө жоош. Такка туруштары. Ат кармап тур. Ат кармап турчу. Мына Барец. Турушун караңыздар. Барецтин буттарын жанынан тартып коюң эле. Буттарын жанынан көрсөтөйүн, а? Ооба. Эч жерде шишиги жокпу Мелис? Адамдар аркаң бутунан мишиги бар деп көрүштү эле. Аркаң бутунан жанынан тартып коюң да. Мына достор. Бирдей, а? Бирдей аттын. Эч жонос болгондо эми мага эми жөнүндүү эле келди, буну алдап сатыштын кереги жок. Мына кыскасы аттын бутунда ишик бар, эрдеги бар. Адамдар могунда айткан экен эле, мен колума келе электи эле. Бирок андай эмес. Келди, жок, аттын буту таптаза. Таптаза, а? Аттын буту таптаза. Мына ээрди бир чечип көрчү. Ээрден бир чечип. Бир үстүн көрөлүчү. Эми жөндү келсе сен деле жөндү коесуң да, туурабы? Жөндү эле коем акем мен деле. Агырга алган адам деле, минеп турган адам деле. Күйбөйт, а? Күйбөйт ат. Мына жашын деле. Токточу. Тишин көрүп коелу. Тиши. Мына үстү бүт-бүтүн. Жалай элек, а? Жалай элек үстү бүт-бүтүн. Ток. Тиш билгендер болсо мына. Болду. Көрүндү. Эми үстүн тартып коеюн эле. Серин бир тартып коюң. Аты эгара мотурш керек какамда. Серди кара. Мына достор. Бир жетелеп кой. Охо, жаныбар. Үйүргө кое турган экен да. Мына туугандар, эми Мелис бунун баасына келебиз. Баасын жеңил эле коем. Канча дейсиң, айт. 15 миң эмеспи? Жок, 15 миң, 10 миң эмес ака. 4200. 4200 доллар. Бирок түшүп берем. Дагы кем болот? Түшүп берем мен. Бак алган адам ушунча деп туруп албайм. Бияк сүйлөшөбүз. Түшүнүктүү. Мына туугандар 4200 доллар. Алам дегендер болсо номериңе түз чала берсин анда. Түз эле чалсын ака. Мына туугандар, бул
Атты көрдіңіздер тоғандар, жақсан класс деген белгіні басыңыздар. Баға қандай болды, комментарий жазасыздар. $4200. Мен экранға бардық данныйларды жазып қоямын тоғандар, чала өрсеңіздер болады. Болды Мелис, болды. Тоқыр. Мына достар, бұл бірінші ат болды. Az daha bir at шығады, жаш. Ошоны көрелі. Мына Мелис, екінші аттен баштайлы. Бұл ат еме Барестің жанына келіп кішінек болып қалады екен. Болып қалады. Бұл бері қап келі. Бұның жашы қандай? 4 яшар. Ошо 4 жашар ба? 4 яшар. Бері қап келі. Тішін ашып, оны алып қойылы. Бойы қанша шығады Мелис? Бойы білбеймін, ақа, бойы мұны. Тоқташы. Мұны. Ем сайып деймін. 4 жашар. Бұл қарабайыр оқсайды, О, қарабайыр ем бұл. Қарабайыр. Жақсы жүз. Еті бар екен бұраға? Еті бар, өте шылтай. Шыл қандай ол? Шыл, өте мұндай. Шоқтай. Шоқтай. Қайманаты бар. Қайманаты қандай? Шүллер. Шүллер. Мен. Шүллер. Мен сана шүллерді. Немістің атына қойылып тұр да? Шүллер деп қойылған. Шүллер. Үстіне киям шүллер. Шүллер. Денсаулығы қандай шүллердің? Денсаулығы мықты. Мықты. Денсаулығы жақсы. О, примерно бойы қанша мынандай елдерге? 1 елік. 1 елік, а? 1 елік. Жетіп қалады екен, а? Ооба. Тақасы жоқ оқсайды бұның? Тақасы жоқ, тақаланды. Тақа көрелік? Жоқ. Мына достар, бастырып қойшы екен? Бастыршы, қақ жоғызын бір. 4 жашар жаңасы екен да? Бұр бері. Бұл жаңағы 5-5-ке үйретішкен екен да бұны? Ошондойға мына шылтай. Шылтайдың неме, шүллердің басы қанша? Басы жеңіл әкем. Қанша? $1600. $1600. 100-ден ашады екен, а? 100-ден азмал ашады екен. Кеме болады? Кем береміз. Мына туғандар, анда Мелиске чала өресіздер. Бастыр қақ өзін. Қауып, чауып қой. Ошондай қақчы? Қақчы? Болды. Неқа бастыр? Мына достар, $1600 басы бағаланды. Номерлер алдаға қойылды. Дәректер жазылды туғандар. Чала өрсеңіздер болады. Бұттары таза ма? Таза бұттар. Тұяқтар тап-таза. Таза бұттарына жанынан көріп қойылды. Мынасы бар. Нақта қарабайыр екен да. Болды, басып кетер. Мына туғандар чауып кетер. Бүгінгі шығарылыш шул Мелистің аттарын тартуменен соңына шығарабыз. Ноқаттың Чештөбе айылында. Содаңы берсін анда Мелис. Болды, рахмат. Онаны Көрішкенге чейін достар, аман болыңыздар.